11-ші сұрақ пен 15-ші сұрақтың арасында қарастыратын боламыз. Алдыңғы 10 сұрақты видеолар бөлек, оны осы видеоның астындағы ссылкаға салып қоямын. Жарнама агенттігінің 2 жұмысшысы өз тұтынушыларына 1200 хабарландыру жіберуі керек. Біреуі минутына 27 хабарлама жібереді, ал екіншісі біріншісіне қарағанда минутына 6 хабарлама кем жібереді. Олар жұмысты неше минутта бітіреді? Бұл есеп жұмысқа берілген есеп. Жұмысты біз А-мен белгілейміз. А жұмыс, В өнімділік, және Т уақыт. Біз әрқашан өтетін мынандай үшбұрыш. Бұл ең төбесінде А болады. Неге? Себебі осы үшеуінің ішіндегі үлкен шама осы жұмыс. Оны табу үшін біз В-ны Т-ға не істейміз? Көбейтеміз. Ал енді В-ны табу үшін мына А-ны Т-ға бөлеміз, Т-ны табу үшін А-ны В-ға бөлеміз. Яғни осы үш шаманың арасындағы қатынасты көрсетеді. Ал жазайық, сонымен олар жалпы 1200 хабарлама жіберуі керек. Бірінші жұмысшының өнімділігі 27 хабарлама минутына. Ал екіншісінікі белгісіз, одан 6 хабарлама кем деп тұр. Ең бірінші біз осы екінші жұмысшының өнімділігін тауып алуымыз керек. Содан кейін екеуі бірігіп қанша минутта бітіретінін табамыз. Ең бірінші В2-ні табу үшін 27-ден 6-ны азайтамыз. Себебі 6 хабарлама кем. Сонда 21 хабарлама минутына. Ал енді Т-ны табу үшін біз А-ны В-ға бөлеміз. Бірақ бізде мына В екеу, яғни 2 адамның өнімділігі. Демек, екеу бірігіп істеді ғой. Сондықтан қосамыз. Негізгі бүгін қолданатын формуламыз міне осы. Ал енді орын-орнына қояйық. 1200 бөлу В1 бізде 27 хабарлама минутына, ал екіншісі 21 хабарлама. Өлшем бірліктерін жазбаймын. Ал 27-ге 21-ді қосса 48. Т тең 1200-ді 48-ге бөлейік. 2, 96, 24, 240-тың ішінде 48, 5, 4 ойда 24. Тамаша. Сонда 25 минутта бірігіп аяқтайды екен. 25 минут деген жауап бар ма? Иә, бар. А жауабы. Тамаша. Қызықты есеп екен. Келесі 12-ші сұрақ. Ауданы 400 метр квадрат бірінші жылыжайдан екіншісіне қарағанда 80 килограмм артық қызанақ жинады. Бірінші жылыжайдағы қызанақтың түсімділігі 8 килограмм метр квадрат, яғни метр квадратына 8 килограмм. Ал екінші жылыжайдың түсімділігі метр квадратына 6 килограмм. Екінші жылыжайдың ауданы қандай дейді. Бұл түсімділікке байланысты есеп. Осыған байланысты ең бірінші қандай шамаларды біз қолданамыз, соны еске түсіріп алайық. Ең бірінші аудан. Түсімділік дегеніміз ол белгілі бір жер аумағынан бір қандай да бір дәнді дақыл, жеміс, яғни бір нәрсені алуға байланысты есептер. Түсімділік М-мен белгілейміз. Түсімділік және тағы да бір масса, жалпы масса. Бұл да мынандай
үшбұрышпен көрсетейін. Осының ішіндегі ең үлкен өлшем бірлік бізде қайсы болады? Жалпы масса. Оны табу үшін біз не істейміз? Түсімділікті ауданға көбейтеміз. Ал керісінше түсімділікті табу үшін жалпы массаны ауданға бөлеміз. Ауданды табу үшін жалпы массаны түсімділікке бөлеміз. Яғни осы үш формуланы қолданатын боламыз. Так, енді есепке келейік. Сонымен бірінші жылыжайдың ауданы белгілі екен. S1 бізде 400 метр квадрат. Екіншісіне қарағанда 80 килограмм қызанақ артық жиналады. Мынау бірінші жылыжай дейін, мынау екінші жылыжай. Екеуін бөлек қарастырайық, түсінікті болу үшін. Екінші жылыжайдың ауданы белгісіз. Біріншісінің түсімділігі 8 килограмм метр квадратына, М2 6 килограмм метр квадратына дейді. Не істейміз? Ең бірінші жалпы массаны тауып алу керек. Оны табу үшін не істейміз? Түсімділікті ауданға көбейтеміз. Так, 8 көбейту 400 тең 3200 килограмм болады. Енді екіншісіне қарағанда 80 килограммға артық дейді. Екіншісіне. Демек, мына 3200-ден біз 80-ді азайтамыз. Себебі бірінші жылыжайдікі 80 килограммға артық болып тұр. Ал екіншісі әрине 80 килограммға кем болады. Сонда 3120 килограмм. Бұл не? Бұл жалпы масса деген сөз. Жалпы массасы, үлкенмен жазайын, 3120. Енді осы арқылы біз нені табуымыз керек? Ауданды табуымыз керек. Ауданды табу үшін жалпы массаны түсімділікке бөлеміз. Жалпы масса бізде 3120. Оны 6-ға бөлеміз. Бақан түрінде бөлейік. 30-дың ішінде 5, 12-дің ішінде 2 және 0-ді 520 болады. Сонда S тең 520 метр квадрат. Бұндай жауап бар ма? Бар, Б жауабында. Мына есеп күрделі есеп және өте қызықты есеп екен. Яғни бізге түсімділікпен көбірек жұмыс жасау керек деген сөз. Так, тамаша. Келесі енді 13-ші есепке келдік. Автокөлік 30 минут ішінде 60 километр жол жүрді. Мотоциклшінің жылдамдығы автокөліктің жылдамдығынан 50 километр сағатқа кем болса, онда дәл осы уақыт ішінде мотоциклшы қандай арақашықтықты жүріп өтеді дейді. Автокөлік және мотоцикл. Циклшы деп қойын. Тамаша. 30 минут уақыт бір. Дәл осы уақыт ішінде дейді. Демек, біз Т2-ні 30 минут деп аламыз. S тең 60 километр. В тең белгісіз километр сағат. S тең белгісіз километр болады. В 2, мына жерде бетеді. 50 километр сағатқа кем болса. Яғни В1-ден 50 километр сағатқа кем.
бірден азайту деп қоя салам, бізге солай жеңілірек болады. Ал енді ең соңында бізге нені табу керек? Дәл осы уақытта қанша ара қашықтықта мотоциклшы жүріп өтеді. Ең соңғы біздің осы сұрақтың жауабын табуымыз қажет. Ең бірінші автокөліктің жылдамдығын тауып аламыз. Оны табу үшін S-ті біз Т-ға бөлеміз. Осы негізгі формула. В тең 60 бөлу 30 тең сонда 2. Мына жерде тағы да бір нәрсе қараңыздар. Минутпен берілген. Ал бізге жылдамдықта километр сағатпен. Демек, не істейміз? Біз минутты сағатқа айналдырамыз. Былай істесек болады. Мысалы, 30 минут дегеніміз ол жарты сағат, 0,5 сағат. Бірақ бөлшекті мына 4-ші сыныптар әлі программада өткен жоқ. Сондықтан керісінше 60 километрді метрге айналдырып алайын. Метр минутты сосын километр сағатқа айналдырамыз. 1 километрде 1000 метр бар. Демек 60 000 метр. Так. В тең 60 000 бөлу 30. 0 мен 0 қысқарады. Сонда 2000 метр минут болады. Енді осыны біз километр сағатқа айналдырамыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз 1 километрде 1000 метр бар екенін білеміз. Кішкентай 1000 метр. Ал 1 сағатта 60 минут бар екенін білеміз. Демек, симай қалды. Так, 2000 метрді 1000 метрге бөліп 60-қа көбейтеміз. Сонда 2 болады. 2-ні 60-қа көбейтсек, сонда 120 километр сағат шығады. Енді V2-ні табайық. Ол үшін 120-дан 50-ді азайтамыз. Себебі ол автокөлікке қарағанда 50 километр сағатқа кем жүрді. Демек, оның жылдамдығы 70 километр сағат. Уақыт белгілі. Жылдамдық белгілі. Енді біз нені табуымыз керек? Ара қашықтықты табуымыз керек. Тағы да минутпен берілген, мына жерде километр сағатпен берілген. Бұлай істесек болады ма? Мысалы, 70 километр сағатты 1 сағатқа көбейтіп, оны 2-ге бөле салсақ. Мысалы, 70 километр сағатты 1 сағатқа көбейтіп, оны 2-ге бөлсек, бізде жарты сағат шығады. 70-ті 1-ге көбейтсек 70, оны 2-ге бөлсек 35 километр. Бұндай жауап бар ма? Бұндай жауап бар. В жауабы. Тамаша. Өте қызықты есеп. Келесі 14-ші. 0, 1, 3, 5, 9 цифрларын пайдаланып, цифрлары қайталанбайтындай қанша 3 таңбалы сан құрауға болады дейді. Ең бірінші 3 таңбалы сан ол бірлік, ондық және жүздіктен тұратынын еске түсіріп аламыз. Берілген 5 цифр, бірақ оның біз 0-ді жүздікке қоя алмаймыз. Бірінші сан жүздік қой, мен неге керісінше жазып қойдым? Себебі 0-ден басталатын сан жүздік болмайды. Сондықтан 1-ді алам, 3-ті, 5-ті және 9-ті. Енді былай істесек болады. 3 таңбалы сан. Біріншісіне, яғни жүздікке, мен осы 5 цифрдың 5 цифрдың 4-еуін қоя алам. 3 дегенде 4-еуін қоя алам. Келесі ондыққа
яғни мен мысалы 3-ті қойсам, қалған 4-еуін қоя аламын. 4 деп жазам. Ал енді бірлікке бізде қайталанбайтындай дейді. Демек, мысалы 1-2 сан қайталануы мүмкін. Сондықтан қайталанбайтын қалған 3 санды қоя аламын. Енді осыны көбейтейік. 4 көбейту 4, 16. 16-ны 3-ке көбейтсек, 48 болады. Сонда 48 3 таңбалы сан құрауға болады. Бұндай жауап бар ма? Иә, бар екен. А жауабында. Бұл комбинаторикаға берілген есеп. Келесі 15-ші сұрақ. Қораптың ұзындығы 50 сантиметр, ені 30 сантиметр, биіктігі 20 сантиметр. Егер кішкентай текшенің қабырғасы 5 сантиметр болатын болса, онда қорапты толтыру үшін неше текше қажет дейді. Ең бірінші мына үлкен қораптың біз көлемін алу керек. Ол үшін не істейміз? Ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. 50 көбейту 30 көбейту 20. 100, сонда 3000 болады, е? Дұрыс па? 3000 сантиметр квадрат. Ой, кешіріңіздер, 3000 емес. Так, 30.000 болады. 30.000 сантиметр квадрат. Себебі 3 0 және 5 2 10, оның 1 0, соның 4 0 болады. Дұрыс. Енді қабырғасы 5 сантиметр болатын дейді. 5 сантиметр болатын текше. Текшенің барлық қабырғасы тең, демек, оның ауданын табу үшін 5 көбейту 5 көбейту 5. Сонда В тең 25-ті біз 5-ке көбейтсек, 125 сантиметр квадрат. Бұл бір текшенікі. Енді көз алдыларыңызға елестетіңіздер. Үлкен қорап, бұның жалпы көлемі 30.000 сантиметр квадрат. Осының ішіне біз 125 сантиметр көлемді текшелерді қойып шығуымыз қажет. Оны табу үшін әрине 30.000-ды 125-ке бөлеміз. Сонда 240. Бұл не деген сөз? 30.000 сантиметр квадрат көлемді қорапқа көлемі 125 сантиметр. Неге квадрат деп жатыр бағанадан бері? Куб. Куб болатын текшелердің 240-ы сыяды деген сөз. Бұндай жауап бар ма? В жауабы. Тамаша. Келесі 16-дан 20-ға дейінгі есепті келесі видеодан қарастыратын боламыз. Ол видеоның ссылкасы осы видеоның астында. Есептер ұнаса, міндетті түрде лайк басып, және каналға тіркелуді ұмытпа.